Құрметті көрермендер, қайырлы күн. Күндеріңізге сәттілік. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің гүл күтімінде көрсететінім көктемгі уақыттағы жаңартатын пеларгония, яғни герань гүлі. Соның ішінде қазір көрсетеміз сіздерге осындай сорт, яғни қызыл гүл ашатын пеларгония. Міне қараңыздар, мына уже ескірген, жанына тағы да бутондар ашайын деп тұр. Көптеген осындай бутондар бар, гүл ашайын деп тұрған, жаңадан жапырақтары да бар. Өте жағдайын керемет сезініп өсіп келе жатыр, бірақ та ауылдық жағдайда тұрған герань гүлім болғандықтан мен қазір өзіме алып кеп алдым. Ауылда қазір білесіздер, қатты таулы жер, суық болғандықтан қыстың күні терезенің сыртына целлофан жауады. Содан кейін күннің жетіспеушілігінен осындай мынандай сарғаюлар болып жатыр, және витаминнің жетіспеушілігінен. Екіншіден, қазір сіздерге айта кетем, толықтай не жағдай, және де бұл гүл не үшін осылай жапырақтарын сарғайтады, міне осылай, міне жартылай өстіп сарғайтып тұрады. Бұның барлығын айтамын. Алдымен жаңадан келген көрермендер болса, каналыма тіркеліп, бүкіл ақпараттарды каналымнан іздеп таба аласыздар. Алдағы уақытта кез келген гүлдің ақпаратын жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, кез келген пікірлеріңізді, ой толғауларыңызды, сұрақтарыңызды жаза берсеңіздер болады. Қараңыздар, міне толықтай осылай сарғаю себебі, егер бұл жапырақ мына соңғы жағында болатын болса, бұл табиғи процесс, яғни ескілері түседі, жаңалары шығады. Ал егер бұл гүл міне мына жоғарғы жағында осындай жартылай мысалы гүл атып тұр, міне мына жоғарғы жағы әлі серединасы, міне жапырақ уже мына жерде тұр, сарғайып. Және бұны сәл түрсеңіз осылай жапырағы түседі. Бұл витамин жетіспеушіліктен болады. Және де осындай қараю мына жапырақтарында жартылай сарғайған сияқты, бірақ мындай қара петно түссе, значит бұл қатты суарылып қойды, яғни перелив болды. Ол дегеніміз құнарсыз, витамины кеткен топырақта ұзақ отырды деген сөз гүл. Және де сол құнарсыз топырақ уже лайланып, бүкіл құнарлығы кетіп, витамин кеткен кезде, уже топырақ тамырына ешқандай пайда бермеген кезде жапырағына осындай характер көрсетеді. Және бұл гүл гүлдеуін тоқтатпайды. Жағдайын өте қатты нашар қылып алмасаңыз болды. Ең бірінші жасалынатын жұмыс көктем уақытысында үлкен герань гүлдеріңіз осындай состояние келіп тұрса, бірінші барлық сарғайған жапырақтарының барлығын тазартамыз. Яғни сарғайған жапырағына күш жұмсамас үшін, осылай қарайған жапырақтарына күш жұмсамас үшін бүкіл жапырақтарын осылай жағдайын нашар сезініп тұрған жапырақтың барлығын алып тастайтын боламыз. Ең бірінші жасалынатын жұмыс, қазір мен толықтай сіздерге міне мына гүлді көрсетіп тұрмын. Және де осы қазір міне бұрын сіздерге осы жаздың уақытысында қиып көрсетіп, және оны құлап қалмас үшін, формасын сақтап тұру үшін осындай шпажкаларды қадап та көрсеткенмін. Ол видеоны көргілеріңіз келсе, қазір видеоның соңына дейін қараңыздар. Қалдырып өтем, жағдайының қандай болғанын, қандай кішкентай гүлден осындай үлкен гүлге жағдайының жеткенін, жалпы до басынан аяғына дейін сіздерге барлығына ақпарат беріп өтем. Ең бірінші жасалынатын жұмыс құнарлы топырақ, витамин су, жеткілікті күннің жарықтың көзі, және де жаңа топырақ отырғызамыз. Сары энергиясының барлығын осындай болмай қалған жапырақтарға жұмсамас үшін барлық осындай жапырақтардың барлығынан арылтамыз, яғни алып тастаймыз, тазартамыз. Міне қараңыздар, барлығын тазартып болдық. Осыншалықты керек емес жапырақпен былай айтқанда жаман энергиясын алып бітірдік. Енді осы мусорға тастаймыз. Екінші жасалынатын жұмыс ескі құмырасынан, ескі топырағынан ажыратамыз. Міне қараңыздар, ескі топырағы бұл толықтай көң қосылған қара шірікті ауылдың универсальный топырағы. Толықтай сондай топыраққа отырғызылып тұр, және ескі құмырасының қабырғасына бүкіл тамырын әдемі керемет өсірген. Қазіргі жасалынатын үшінші әрекет осы бүкіл ескі топырақтан тамырын тазартамыз. Міне қараңыздар, бар қалған тамыры осы болды. Мына топырақтағы қалып кеткен тамырларды көрсеңіздер. Бұл тамырлар артық су ішкеннен, және де топырақ тығыз болғаннан, сосын
тамыры жайсыз сезінгеннен көп су ішіп қойғаннан осылай тамырларын үгітіп тастап жатыр. Негізі жаңарып, жаңадан үлкен болып өскен герань гүлдеріңіз осылай ескі топырақтан босатқан кезде тамырын осылай тастайды. Бұл қалыпты. Сіздер қорықпаңыздар, өйткені егер топырақтарыңыз құнарлы болатын болса, ары қарай жағдайын жақсы сезініп, өзін жақсы алып кететін болады. Келесі жасалынатын әрекет дұрыс тамыры топырақпен құмыра таңдау. Фикус гүлім отырған осындай құмыра бар. Өзінің құмырасынан бір размер ғана үлкен. Жаз бойы қайтадан осы құмыраны толтырып, тамырлары әдемі алып кетеді деген ойдамын. Және де кеше жасаған құнарлы кокосовый брикет қосылған жаңартылған топыраққа отырғызатын боламыз. Тамырының 2 есе тамырынан үлкен құмыра. Алдыңыз көктем, жаз болса және топырағыңызға сенімді болсаңыз алып кетеді құнарлы деп, осындай 2 есе үлкен құмыраға мына именно пеларгония үлкен мамочка болған герань гүлдеріңізді отырғыза берсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңызда ешқандай дренаж салған жоқпын. Бекіткіш құрал және де 50% міне уже топырақты салдым. 3-тен 1 бөлшегіне емес 50% топырақты салдым да, мына бөлінетін осындай кустарын бөлмей, тамырларын реттестіріп алып, бірге отырғыза беремін. Яғни қай жері құлайын деп тұр, қай жерінде ұзын, соны ішіне қаратамын да, қай жерінде қысқа, соны кішкене сыртына қаратып, форма жасап отырғызатын боламыз. Неге? Себебі бұл үлкен куст мамочка болғаннан кейін, алдағы уақытта әлі де үлкен болып өсетін болғаннан кейін, және де бұны қазір қимаймыз ешқандай, біраз уақыт өзін тамырға бейімдеп, жағдайын жақсы сезінсін. Сол кезде сіздерге осы герань гүлін жағдайын қалай сезініп тұрғанын алдағы уақытта сіздерге қиып көрсететін боламын. Қазір видеоның соңына дейін көрсеңіздер, бұрын бұл қандай гүл болды және жағдайын қалай сезініп тұрды. Сосын бұл гүлді қалай қидық қысқа дайындап. Қиған сайын әдемі өсетін гүл. Қиюдан бұл гүлді қорықпаңыздар. Сол себепті алдағы уақытта сіздерге қиып көрсетемін. Міне осылайынан куст жасап бекітіп, әдемілік сыйлап, букет жасап аласыздар ғой, былай айтқанда. Букет жасап алып, біріктіріп отырғыза береміз. Және біріктірген кезде жиек-жиегінде астында, міне көріп тұрсыздар, өте үлкен болып кеткен герань гүлдері осындай қою қоңыр түске ене бастайды. Жасыл бұтақтары мынандай жасыл түс болып тұрады. Сондықтан астында егер жапырақтары болса, жапырақтарын алып тастаңыздар. Егер букет жасайтын болсаңыздар, мына жерден жіппен осылай байлап қоюға болады. 50% міне топырақты салдық. Енді 50% үстіне топырағын салып, бекітіп отырғызамыз. Міне осылайынан тамырларын жауып, қатты тереңдетпей отырғызамыз. Осылай қатты тереңдетпей топырағын салып, жағдайын жақсы сезінгенше және берік мына құмырада осылайынан еркін отырғанға дейін топырақпен толтыратын боламыз. Енді букет жасап болмаймын десеңіздер де осылай еркін қойып қойсаңыздар да болады. Және де егер топырақтарыңыз 30-40% ылғалдылық болса, сразу суара берулеріңізге болады. Егер топырақтарыңыз 50-60% ылғалдылықта болса, 2-3 күннен кейін суарасыздар. Бұл біріншіден. Екіншіден, отырғызған герань гүлін, үлкен герань гүлін сразу отырғызғаннан қимаңыздар. Және де гүлдеп тұрған кезде қимаңыздар. Бұл өткені оның ростына, өсіп келатқан мына биіктігімен жағдайына әсер етеді. Ол кішкене кер әсерін береді. Сондықтан сіздерге айтарым, гүлдеп тұрған кезде және де жаңадан отырғызып жатқан кезде сразу двойной стресс сыйлап, бұл гүлді қимаңыздар. Одан кейін айтатын ескертпе жағдай, отырғызғаннан кейін тез бейімделсін десеңіздер, бұл гүлді бір суарасыздар ғой. Одан кейін мысалы 1 айға дейін суармай қойсаңыздар болады. Өйткені қазір қатты ыстық уақытысы емес, топырақ тез құрғап үлгермейді. Оның үстіне бұл үлкен герань гүлі. Міне көріп отырсыздар, қатты толтырмай топырағын отырғыздық, мынандай қылып салдық.
осы құрғап үлгерем дегенше 1 ай уақыт өтеді. Сосын бұны суару уақытысын өте қатты бақылаңыздар. Өйткені перелив жасап қойған жағдайда тамырлары шіріп, жапырақтары сарғайып, өзін жайсыз сезініп түсіре бастайды. Қазір бізде сарғайған жапырағынан бір тазартып қойсақ, ары қарай гүлдерін шығарады, бутондарынан жаңадан шығарып кеткен жаңадан жапырақтарын шығарады және өзін жақсы сезініп, ары қарай үлкейе береді. Сосын аллергиясы бар адамдар бұл герань гүлін өсірмей қойыңыздар, себебі бұл аллергия екінің біріне аллергия туғызады. Және де алдағы уақытта сіздерге королевский герань гүлінің күтімін көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар, ақпаратты жіберіп алмас үшін. Және де қазір қосымша сұрақтарыңыз болса пікірге жазып, сіздер герань гүлін қалай күтесіздер айта өтіңіздер. Қолдауларыңызға мен өте қуанышты боламын. Келесі видеомда кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.